Какаши, осы кішігірім клубты саған беретін болам. Ал бұның кілті менде болады. Бір күні өскен кезде біз бір-бірімізбен қайтадан кездесіп қалып жатсақ, біз бірге боламыз қайтадан. Тез сабаққа бармасам уже уақыт болып қалыпты ғой. Не деп жүре беріппін, күнде жанып кетті. Осы клубты сақтап жүргеніме 6 жыл өтіпті ғой арадан. Ол қаяқта жүрген маған қызық болып тұр. Мен оны қайтадан кездестіре аламын ба екен? Ойбай көтек. Шок көзіңе қарап жүрмейсің ба? Аузың жеп. Бауырым деп пон қарындас. Қуады екен ғой кәм. Нормально жүрсе болмай ма? Қыз болып алып. Үшімта бүгін классқа жаңадан оқушы келетін болады. Ол әрине міне 02-ты өздеріңіз жақсылап танысып алатын боласыздар үшін. Сен Какашидің қасында отыр. Екінші қат. Жаңағы қыз емес па? Ойбай, мынаның қасында отыруым керек па енді? Моя демекен красавица екен, Какаши, раз, брат, алға тек. Тыныш отырыңдар, короче. Вот красавица. Міне жарасып көттіңдер, бақытты болыңдар. Ой, Сако, не деп кеттің? Қайдағы Сако? Мен сендерге Сако емеспін, ағайым Сако дейді ғой еще. Мен дәптерім керек па? Бақылауды жазып алдым ғой, жазып алсайшы. Жоқ, керек емес. Өзің біл. Кеше өзі айтып алу, өзі жоқ қой. Ойто, не істеп тұрсың, Ойто қойсайшы, тыныш. Болды. Қаншама дос болса, соншама махаббаттан қарсылас дейсің ғой. Мазақ қылу тоғар. Чё? Мен шок, сен маған айтып тұрсың ба, Сен ренді жақсы көресің ба, Жоқ, жақсы одан мейлі сауыққа барайық. Мен құлпым қайда? Жүт түсіріп алған ба? Так, жоқ қой қалтамда да, еш жерде. Ойто, Рейн, сендер көрмедіңдер ма менің құлпымды? Жоқ. Мен шок, өлді ба, сен ғой? Бағана итеріп кеткен кезде жоғалтып алдым сен кесіріңнен. Сен маған соны тауып берің керек екен. Жоқ қойшы, өзің тауып өзің затын ғой. Мен шок, сен тауып бересің, сен кесірің бәрі. Сені көрмегенде ондай болмас еді. Қалай емес шок, сен пакетсің, түсіндің бә? Ой, Какаши, айтпақшы саған, мұғалім, 02 екеуің бүгін кезекшісіңдер деп жатыр еді далаға күтіп. Мейлі тап бүгін бола қояды екен осы. Короче, сен тауып бересің бе, тауып бермейсің бе, соңғы рет сұрап жатырмын ал. Әйтпесе сен мен дос болмаймын вообще. Ойбай, сенде дос керек еді маған. Мейлі, короче, мен саған көмектесем, но менің бір шартым бар. Сен менімен мектепте вообще сөйлеспейтін боласың, түсіндің бә? Мейлі, короче, кайф шарт екен. Короче, уақыт болды, мен кеттім, қайтып кеш болып кет. Какаши, мен саған қыз таптым. Сен онымен бірге жүруің керек, сен оны қорғауың керек. Өкінішке орай біз тығырыққа тірелдік, ренжіме, сен осы менің соңғы шартымды орында. Ол қыз әкесімен бірге жоғарда екінші этажда күтіп отыр сені. Не кола? Не айтып тұрсыз? Джозе қыз? Қызым, мен сенің болашақ жігітіңді тауып қойдым. Біз оның әкесімен ертеден бері келісіп қойған болатынбыз. Бүгін енді уақыты келіп қалыпты. Екеуіңдер де 18-ге шығып үлгердіңдер. Жоқ, болмаймын әке, кім болса да ол. Неге өйттіңіз әке? Бұл не сөз тағы? Қызым, егер сен болмасаң, екі отбасының арасында үлкен соғыс болады. Олардың отбасы да жай ғана адамдар емес. Ал біз болашақты халықты ойлауымыз керек. Чуз. Сонда мен 6 жыл бұрын кездестірген қызды тауа алмаймын ба енді? Так, мейлі. Сен ба? Сен? Тупой, Какаши, сен сенмен жүруім ғана қалып еді. Әйтеуір білмеймін, басқалар көрмеді. Нам надо притвориться махаббат, өтірік любовь болып жүреміз. Олардың көздеріне солай көрінуіміз керек. Бүгін біз кездесуіміз керек, ал олар бізді күзетіп жүреді. Біз оларға шын махаббаттай қылып көрсетеміз. Ату арада соғыс болып кетуі мүмкін.
Сол үшін көп сөйлемей мені кездесуге шақырасың. Мейлі, осы жетпей тұрып еді да. Бірақ мен білмеймін ғой кездесу қалай болатынын. Білмейме, бір зат қыласың әйтеуір. Мейлі, нормально жүрші, адам ұқсап не анау? Жауай адамдар ұқсап бәрі жаққа бір секіріп. Тыныш тұршы, сен өзің басым қатып отқанда. Ойбай, мынау не қылдайды? Айттым ғой, жауай адамдар ұқсап ағашың үстіне шығалды ғой. Жауай адамдар ұқсап мынау не қылып жүр, ауыр екен ғой. Мынау горилла ғой. Енді істесем екен, мына жерде бәрі қара. Енді істесем екен, мен қызбен бірінші рет кездесуге шығып тұрмын. Аналардың бәрі қарап тұр келістіріп. Маған бір зат істеу керек түздетіп бізге. Мен Риммен кездескенді армандайтын едім, мүмкін солай істеп көрейін. Короче, мен оны қазір бірінші кафеге шақырам, одан кейін киноға. Тамақтар онша емес қой деген, не біле авасы ғой деген, ал официант онша емес жерген тамақтардың бәрі бір түрлі кеттік. Бір ұрайын ба? Міне осы фильмді көруге ұсынам, бұл өте керемет фильм, міне Брюс Ли туралы. Не қылдайды, Брюс Ли дейм ба? Қойды екен. Жоқ, одан шынаны көреміз, өте керемет, осыны көреміз. Қорқынышты ғой. Онша емес фильм болған, қызық емес. Мен неге шақырдың, торымыз, сонда таңдап білмейсің қызға киноны. Кеттім. Қуасың ба, қайқы сен емес па таңдаған фильмді? Наны көрек деп тұрып алып, қуады екен. Сенің ойыңша ұқсат деп ойлайсың ба? Олар бізге сенді ме екен? Тағы бір істеу керек па екен? Короче, білмеймін. Мен қазір келем, осында отыра бер. Мейлі. Блин, Риммен кездесуге шыққанда өте керемет болушы еді. Қазір ол не істеп жатыр екен? Мен айтып жатырсың ба? Рин, сен қаяқтан шықтың? Сен қаяқтан келіп қалдың? Мен сені тіпті байқамай да қалыппын. Мен деген жай, мен сені айтып отқан жоқпын, просто бір зат есіме түсіп кетті. Сәлем, қалайсың? Бұл жерде не істеп жүрсің? Жай, бұл жерде ата-анаммен қонаққа келгем ғой бір жерге. Өзің не істеп жүрсің? Жан? Түсінбедім. Жан, не істеп жатсың, наугым? Жоқ, сен дұрыс түсінбедің. Сенің қызың бар ма не? Жоқ. Мен қызымын оның. Жан, не айтып тұрсың сен? Түсіндім, бәрін түсіндім. Какаши ренжіме, мен кеттім. Жоқ, Рин, қайқа секіріп кеттің, қайқа кетіп қалды, жоқ болып кетті ғына. Не қылды анау? Сен бәрін бүлдірдің ғой, не істедің? Жан, сен айналаңа қарасайшы, жан деппін ғой. Какаши, күнімен бізді күзетіп тұрғанын білесің бәрі жақтан, сенбесең қапталдарың айналаңа қарам біраз. Біз қазір сенің кесірінен тығырыққа тірелетін едік. Қуасың ба сен өзі? Кеш, сен өші ақмақсың. Кешір. Қайқа? Кешір өтінем. Не отта? Сенден кешірім сұрау үшін келдім. Бағанағы үшін ренжіме. Мен білмей қалдым, жалпы күзетіп тұрғаннан кейін білмей қалдым. Сол үшін саған печенье, кешірім үшін, өте керемет, тәтті жеп қара. Рахмет, но мен нандай печенье жемеймін.